Бәріне сәлем. Мен, Кравченко Егор, бүкіл әлемге өз отаным ЖТХара туралы, асбест, алтын өлкесі және тамаша адамдары туралы айтқым келеді. Кеттік онда. ЖТХара. Центр Житикаринского района с 95-летней историей. ЖТХара ауданы солтүстігінде Денисов, шығысында Қамысты аудандырымен, оңтүстігінде және батысында Ресей Федерациясымен шектесіп жатыр. Есть сведения, что как поселение ЖТХара возникло в 1880 году на берегу реки Шортанды, и называлось оно Веселый аул. 1915 жылы жұмысшылар қалашығы ЖТХара атауын алған, ал 1997 жылы ЖТХара деп өзгертілген. Еще с начала 20 века на просторах Житикаринского района полным ходом развивалась добыча золота. Шортанды өзенінің жағасында адамдардың тұрмыс-тіршілігі қалыптаса бастады. 1920 жылдары алғашқы дәрігерлік амбулатория, мектеп, клуб, кітапхана және тағы басқа нысандар салына бастады. Когда в 1941 году в жизнь советских людей ворвалась Великая Отечественная война, наши земляки храбро сражались за родину. Сотни житикаринцев получили высокие награды. Среди них Герой Советского Союза Истай Ищанов. Ауданымыздың тарих беттерінде тың және тыңайған жерлердің игерілуі ерекше орын алады. 1954 жылдың сонында большевик, Милютин, Нүктекөл және басқа да совхоздар пайда болды. С 1959 года начинается новая эра Житикары. Здесь были разведаны уникальные месторождения хризотил-асбеста, занимающие по запасам 3-е место в мире. ЖТХара асбест комбинатының қала құраушы кәсіпорын ретінде пайда болуы қала шаруашылығының көптеген міндеттерін шешуде маңызды роль атқаруда. Со временем комбинат вырос в акционерное общество «Костанайские минералы». Ежегодно сотни молодых специалистов приходят в КМ. Это студенты Житикаринского политехнического колледжа, овладевшие профессиями в области горнодобывающей промышленности. Истоки культурной жизни Житикары зародились в 1927 году, когда на берегу реки Шортанды был открыт первый клуб с кинозалом на 225 человек и библиотекой. А это дворец культуры «Асбест». Именно здесь зажигаются житикаринские звезды. С гордостью носит звание народного казахский оркестр «Балдурен», хор «Русская песня», хореографические коллективы «Танцевальная графика». Разрешите пригласить. ЖТХара арена. Біз ЖТХара қаласының орталығында орналасқан спорт кешенінде тұрмыз. Николай Балабанов, Берік Жаманқұлов, Иван Донец, Николай Климов, Батырхан Байзаркеновтардың тәрбиеленушілері біздің ауданнан шығып, үлкен спортқа жолдама алды. А это наша молодежь, интеллектуальный, спортивный и творческий резерв Житикаринского района. Ежегодно более 200 выпускников школ района получают путевку во взрослую жизнь. Среди них будущие управленцы, врачи, юристы и педагоги. ЖТХара. Жыл сайын көркейді. Қалада көптеген көрікті жерлер бар. Олардың арасында тамаша уақыт өткізуге болатын орындар бар. Бұл Абай жолы, Жеңіс саябағы, қалалық тоғандар, Субұрқақтар, Тәуелсіздік алаңы, Сағат мұнарасы. ЖТХараны жақсы білу үшін, көру үшін, міндетті түрде осында келу керек. Шын жүректен ЖТХара қаласынан мен, Кравченко Егор.